Таңғы асты тастамай, күнімді күшпен бастаймын. Жаттығуды жасаймын, жүгіріп секірем ойнаймын. Баршаға сәлем. Бүгінгі тақырыбым денсаулыққа пайдалы кеңестер. Денсаулыққа пайдалы кеңестер денең мен ойыңның сау болуына көмектеседі. Таңғы ас тәңірден демекші, таңғы ас күш пен энергияның көзі. Ол күні бойы жақсы көңіл күй мен сергектік береді. Ал екіншісі, көбірек су ішу. Су ағза үшін өте маңызды. Күніне 6-8 стакан таза су ішу керек. Ал үшіншісі, күнде қимылдап жүру. Жүру, секіру, жүгіру, билеу, барлығы денсаулыққа пайдалы. Кем дегенде 30 минут белсенді болуға тырыс. Ал төртіншісі, көкөністер мен жеміс жеу. Олар дәрумендерге бай, иммунитетті күшейтеді. Бесіншісі, ұйқыны дұрыс реттеу. Балалар үшін 8-10 сағаттық ұйқы қажет. Ұйқы мидың және дененің тынығуына көмектеседі. Алтыншы, жаман әдеттерден аулақ бол. Газды сусындар, чипсы мен тәттілерді жемеу. Көбірек жеп қоямыз біз әдетте. Соны азайту керек. Олар денсаулыққа зиян. Ал жетіншісі, күлімсіреу. Күлімдеу мен жақсы көңіл күй денсаулыққа тек пайдасын тигізеді. Сегізінші, жеке бас гигиенасы. Аурудан сақтану үшін қолды жиі сабындап жуу керек. Тіс тазалығына көңіл бөлу керек. Күніне 2 рет азанда және кешке тісімізді жуып тұруымыз керек. Ал 9-шысы, психологиялық денсаулықты сақтау. Демалу керек уақытлы. Достармен және отбасымен жақсы қарым-қатынаста болып, демалу керек олармен де. 10-шы, телефон мен экранға ұзақ қарама. Күніне 1-2 сағаттан артық экран алдында отыру көзді шаршатады. Демалыс жасап, көзге ауырлық түсірмеу керек. Ал 11-шісі, көз жаттығуларын жасау қажет. Көзді жұмып ашу, жақын және алыс нысандарға кезекпен қарау көздің бұлшықеттерін жаттықтырады. 12-шісі, теңдестірілген тамақтану. Көкөністер мен жемістерді көбірек жеу. Қантты, тұзды және майлы тағамдарды азайту. Тағамды уақытлы және мөлшермен жеу. Ал достар, бұл тақырыптан менің түйгенім, өмірлік проблемаларды кішкене шетке сырып, уақытлы дем алып, қыдырып, киініп, жүріп көңілді көтеріп, өмірлік проблемалардан басқа да өмір бар екенін сезіну, ұғу, және сол неге әрекет жасау, демалуға, бақытты өмір сүруге әрекет жасау керек екен.